Қыз баланың өмірдегі бар жақсылыққа өзін лайық көруі, сыйлық қабылдай білуі, еркелеп ғұмыр кешуі анасымен қарым-қатынасқа байланысты. Міне осындай қорытындыға атақты психотерапевт Берт Хеллингер келген еді. Бірақ кей аналар қыздарына ересек өмірге қадам басуға мұрша бермейді. Аялайық жобасының негізінде сепарация, мама, мені жайыма жіберші тақырыбын қозғамақшымыз. Ересек өмір дегеніміз не? Сол жайлы айтып өтейін. Ересек өмір дегеніміз адам өз бетімен жеке тұлға ретінде өмір сүре алуы, өз өмір үшін шешім қабылдай алуы, жауапкершілік ала алуы. Жасөспірімдер, ертерек есейгісі келеді, себебі бала дене физикалық тұрғыдан, ой өрісі жағынан үлкен адам сияқты сезіне бастайды өзін. Бірақ толық өзіне жауапкершілік ала алмаған үшін, ата-анасына тәуелді болғаны үшін, оларды тыңдау міндетті болғаны үшін ертерек есейгісі келіп, ажырағысы келеді, сепарация деп аталады. Жалпы бұл қажеттілік неден туындайды? Себебі бала өзін ересек адам ретінде қабылдағанын қалайды, өзіне құрмет болғанын қалайды, өз қажеттілігін қанағаттандырып, басқа адамдар, ересек адамдар арасында бір деңгейде болғысы келеді. Сол үшін ертерек есейгісі келеді. Баланың ересек өмірге ұмтылуы бұл табиғи процесс. Сондықтан ерте ғой деп уайымдап қарсылық танытудың қажеті жоқ. Мұны сепарация деп атайды. Бала дүниеге келген сәттен бастап сепарация процесі жүзеге асады. Мамасы қызының ересек өмірге дайын екенін қашан түсініп сепарация жасау керек. Қай кезде сепарация сәтті болады және сәтсіз болуы мүмкін. Осы сұрақтардың жауабын психолог айтып береді. Бала туылған кезде негізі өзін жеке тұлға ретінде санамайды. Ол анасының бір жалғасы ретінде көреді өзін. Содан кейін жайлап сепарацияның этаптары бойынша 3 жасында өзін жайлап жеке тұлға ретінде көре бастайды, өзінің жеке қалауы болған сезе бастайды, ата-анасына білдіре бастайды. Кризис 3 лет деген содан пайда болады. Ясам деген бір, мен өзім бәрін жасаймын, өзім киінем, жоқ мен қызыл емес сарыны кием деген сияқты өзінің қалаулары бар екенін түсіне бастайды. Жалпы 12 жастан кейін бала үшін ата-ана авторитет емес. Баланың өмірінде басқа адамдар пайда болады. Достары, класстастары, мұғалімдер, басқа өздерінің кумирлары пайда болады. Бұл шақта бала өзін-өзі іздеу процесте болады. Шашын сарыға бояйын ба, қысқа киейін ба, ұзын киейін ба деген сияқты өзін бір танығысы келеді. Сепарация этаптары бірнеше этапқа бөлінеді және жаңа жасөспірімдік шақ, мысалы 12 жастағы қызды алатын болсақ, қып-қызыл ернін бояп, ата-анасына не көрсеткісі келеді? Мен өзімнің қалауым бар, мен сендерден бөлек адамын, сендер қаламысыңдар, мен қалаймын деген бір белгісі болуы мүмкін. Ата-анасына бір месседж, послание, үндеу. Менің ойыммен, менің қалауыммен санасыңдар деген бір не сияқты послание ата-анасына негізі. Егер бұл кезде ата-анасы ол қызды қолдап, жарайды, сенің қалауың ба? Окей, бояна бер деп қолдаса, балада тез ол несі кетуі мүмкін, ол желаниясы тез қайтып кетуі мүмкін. Попробовал, ұнады ма? Ұнады. Ұнамаса болды, мен бояғым келмейді дейді, болды қоя салады. Тез басылып кетеді. Оны егер қатты проблемаға алып келіп жатсақ, ата-анасы қарсы болып, наоборот, контрольда ұстағысы келсе, бала одан самайын үлкен агрессия көрсетеді. Содан кейін ата-ана мен баланың арасы одан самайын алшақтайды. Сәтті сепарация дегеніміз ата-анасымен жақсы қарым-қатынаста, өзімен жақсы қарым-қатынаста және басқа адамдармен, өмірмен, дүниемен жақсы қарым-қатынаста болған кезде. Ал сәтсіз дегеніміз ол өмір бойы, мысалы ата-анасынан моральдық тұрғыда немесе қаржылай тәуелді болуы. Негізі сепарация 3-ке бөлінеді. Физикалық сепарация, қаржылай сепарация и моральдық тұрғыдан сепарация. Көп адам физикалық тұрғыдан егер ата-анамнан алыстасам, болды, мен сепарацияны өттім деп ойлайды, бірақ бұл қате түсінік, себебі
алыста тұрғанымен бала моральдық тұрғыдан өте тәуелді болады да, ата-анасының ойына, пікіріне, ата-анасының көзқарасына өмірге деген, иә. Ол өзінің қалауымен емес, ата-анасының қалауымен өмір сүріп жатады көбінесе. Сол жаңағы түсінік көп адамда әр жаста түсінік пайда болады да. Кейбіреуінде 30 жасында түсінуі мүмкін, кейбіреуінде 40 жасында, кейбіреулер өмір бақи ата-анасымен тұрып, жаңағы өзін таппаған адамдар да бар да. Сол сәтсіз сепарацияның бір түрлері. Менің анам мені түсінбейді. Мен не істесем де, қайда барсам да, қандай жұмыс істесем де үнемі қарсы шығады. Оған менің өмір сүру стилім ұнамайды, былайша айтқанда. Енді оған түсіндіруге тырыссам, ол мені түсінбейді, қарсы келеді. Екеуміз үнемі екі ойдамыз. Бірақ мен оған жасымның 18-ден асқанын, ересек адам екенімді түсіндіруге, жеткізуге тырысам. Бірақ ол ана болғандықтан бәрібір мен оған баламын ғой. Сондықтан мен ойлаймын, негізі ересек адам жалпы 18-ден асқаннан кейін ата-ана баланың өміріне араласпаса екен. Өйткені ол үлкен андай дискомфорт туғызады. Адамға андай, мысалы, сен жұмыс істеп жатқан жұмысың да ұнамайды, қалай тамақ жейсің, қандай тамақ жейсің, қандай киім киесің, ештеңе ұнамайды. Былайша айтқанда, сен тура сол қалай істейді, солай істеу керек сияқтысың. Ол адамға дискомфорт туғызады. Сол үшін ондай кезде адамдар үйінен кеткісі келеді. Мысалы, мен көшіп кеткім келеді. Өйткені оған ұнамаса, мысалы, менің ата-анама менің өмір сүру стилім ұнамаса, онда мен оларға да өзіме де дискомфорт туғызбайын деген ойға келемін. Ал ол ең соңында ата-ана мен баланың алшақтап бір-бірінен қатты алшақтап кетуіне ықпал етуі мүмкін. Сепарация негізі бала жақтан да и ата-ана жақтан да өтетін, екі жақтан да өтетін процесс. Сәтті болу үшін ата-анасы да дайын болу керек, и баласы да дайын болу керек та. Ол ата-анасы жауапкершілікті беруге, бала жауапкершілікті алуға дайын болу керек. Сол кезде ғана сәтті болып саналады. Бірақ сәтсіз сепарациялар да өте көп. Мысалы, бала дайын болып, ата-анасы дайын болмай жатса, онда балада агрессия пайда болып, ата-анасымен араласпай да кететін жағдайлар болады, иә. Бастапқы кезеңде бұған дайын болу керек та. Себебі сепарация көп жаңағы қиын эмоциялармен жаңағы жүреді. Мысалы, кінәлі сезіну, ұялу. 18 жасқа дейін 85% жаңағы баланың өмірге деген көзқарасы ата-анасынан келеді. Сол үшін көп бала өзін содан кейін танымаса, жетілдірмесе, өмірге деген көзқарасын өзі қалыптастырмаса, ата-анасының өмірін қайталауы 85% мүмкіндікпен қайталанады да, ата-анасының өмірі. Сол үшін жаңағы өзін өзі табу өте маңызды бала үшін. 18 жасқа дейін енді ата-анаға көбірек жауапкершілік болады, иә. Негізі ата-ана дайындап жіберу керек та, ол ересек өмірге. Бірақ 18 жастан кейін бала уже өзі таңдай алатын, шешім қабылдай алатын жаста. Егер 18 жастан кейін де ата-анасын кінәлап, ата-анасын айыптаса, онда жауапкершілікті ала алмағанның бір белгісі да. Егер өзіне жауапкершілік алса, так, болды, 18 жасқа дейін тәрбиесін бере алған берді. Бұдан кейін мен өз өміріме өзім жауаптымын деп, өз шешім қабылдай алып, өз өмірін өзі өзгерте алатын шақта екен түсініп, соны қолданса, онда ешқандай проблема болмайды негізі. Сепарациядан өтпегеніңізді қайдан біле аласыз? Қаржылық жағынан әке-шешеңізге тәуелдісіз. Маңызды шешімдердің бәрін анаңызбен ақылдасасыз. Әке-шешеңізді уайымдай бересіз, анаңызбен күнде телефон арқылы сөйлесесіз. Әке-шешеңізге өзіңізді дәлелдегіңіз келеді. Өзіңіздің жеке шекараңызды білмейсіз. Анаңыздың өмірін қайталап жатқан сияқтысыз. Әке-шешеңізді тастап, көшіп кетуді армандайсыз. Әке-шешеден сепарация жасауға көмектесетін 3 техника бар. Біріншісіне сәйкес сіз өкпе реніштен арыласыз. Ол үшін қолыңызға қалам алыңыз, сөйтіп қағаз бетіне бүкіл өкпе ренішіңізді түсіріңіз. Одан кейін оны өртеп тастауыңызға болады. Сол сәттен бастап сіз ата-анамды кешірдім деп ойлай беріңіз. Екінші техникаға сәйкес сіз
енді оларға алғыс білдіресіз. Сіз қанша ренжігеніңізбен ата-анаңыз сізді дүниеге алып келді, бағып қақты. Сіздің фокусыңыз қазір негативте, сондықтан да бүкіл жасаған жақсылығын еске түсіріп, қағазға тізімдеп шығыңыз. Сонда сіздің фокусыңыз енді позитивте болады. Үшінші техникаға сәйкес сіз өз жеке шекараңызды қорғайсыз. Қандай жағдайда шешімді өзіңіз ғана қабылдайтыныңызды айтып, әке-шешеңізге түсіндіресіз. Ендігәрі менің ойымша, мен осылай ойлаймын, менің ойыма сәйкес деген сөздерді сөйлеп әдеттенесіз. Европалық статистика бюросының дерегіне сәйкес, Швецияда орташа есеппен алғанда 20 жаста, ал Данияда 21 жаста жастар ата-анасынан бөлек тұра бастайды. Ұлыбританияда, Францияда, Германияда 25 жастан кейін ғана бөлектенуге ұмтылады. Ал Италия мен Испанияда 30 жасқа толғанда ғана шын ересек өмірге қадам басады. Грецияда 30 жастағылар да ата-анасынан бөлек кетуге асықпайды. Әлеуметтанушы мен экономистердің пікірінше бұған екі себеп бар. Біріншіден, баспана жалдау қымбатқа түседі. Екіншіден, жастар мойындарына жауапкершілік алудан қорқады. Бізде көбінесе қыз бала ұзатылып қана үйден кете алады. Басқа жағдайда ата-анасынан бөлектенуі құпталмайды. Мұндай жағдайда басқа қалаға оқуға түсуге болады. Сонда сепарация процесі жанданады, бала ересек өмірдің дәмін сезеді. Егер оқуға түсуге рұқсат ала алмаса, жеке шекарасын қорғай алмаса, таңдау жасау кезінде қысым көрсе, онда психологтан кеңес алуға болады. Мама, мені жайыма жіберші, мама, менің өміріме араласпашы, мама, қойшы деген жүректі ауыртар сөздер, мама, мен сені жақсы көрем, мама, әңгімелесейікші, мама, саған алғыс білдірем деген сөздермен алмасат деген үміттеміз. Бүгінгі шығарылымды анаңызбен бірге көруден қысылмаңыз. Сізде бәрі жақсы болсын.